Söylemezsizler. Keşkenme keşirim sırayım. 3 gün burun şıkkan bolat neyem jettim. Birden жұмысқа көшейік. Менің атым Мұрат Ергенбай Хайруллаұлы, достарым бірақ Қарлығаш дейді. Мен ешқандай да сіздерге пирамида болмаса сетевой маркетингке шақырып жатқаным жоқ. Мен өзім ашқан жаңалығымен өздеріңізбен бөлісейін деп келдім. Шағын ғана лекциям бар, көп уақыттарыңызды алмаймын. Бұл жаңалығымды, бұл лекциямды мен Францияда оқыдым, қабылдамады. Италияда оқыдым, қабылдамады. Германияда оқыдым, қабылдамады. Бірақ кейін көп зерттедім, неге қабылдамайды? Сөйтсем қазақша түсінбейді екен. Содан кейін өзімізден бастап көрейін дедім. Бұл жаңалықты ашуға менің 53 жыл уақытым кетті. Өзім 73-темін, профессормын, басым бос бойдақпын. Жарайды. Бұл жаңалығым, жақында ашқан жаңалығым, әйел мен еркек тең ба? Тең дегендер көп болды, бірақ мен бұған кері пікір таптым. 53 жыл уақытым кеткен осыған, әйел мен еркек ешқашан тең де бола алмайды екен. О бастағы құрылыстан қараңыздар. Аяқ, орта, бас бөлік. Аяқтар, әйелдерде қараңыздар. 35-тен басталады размер. 40-қа дейін ақ барады. Еркектерде 41-ден басталады, 52-59-ға дейін барады. Бір жерлерде 92-ке дейін барады екен. Өз басын көрген жоқпын. Көрмегенде дұрыс болған шығар. Екеуінде екі түрлі. Бір-біріне келмейді, ұқсамайды. Одан кейін жамбас. Жамбас бөлік әйелдерде үлкендеу болады, еркектерде кішкентайлау болады. Әйелдер жақсы біледі. 90-60-90 дейді. Бір жерлерде 90-60-120 болады. Кейбір жерлерде 90-60-140-қа дейін барады. Өз басын көрмеппін. Көрмегенде дұрыс болған шығар. Оған қайғырудың қажеті жоқ. Әйелдерге дұрыс, жамбас үлкен болу керек. Ол жамбаста құрсақ болады, бала көтереді. Еркектерге жамбас керек жоқ, олар бала көтермейді. Керісінше еркектерде иық үлкен болады. Иық үлкен. Олар ол иықпен қару-жарақ көтереді, бауырларын көтереді, туысқандарын көтереді, балаларын көтереді, басына шыққан әйелін көтереді. Әйелдерге үлкен иық қажет жоқ, олар басына көп нәрсе шығармайды. Екеуі екі түрлі, ұқсамайды бұл жерде де. Одан кейін қарасаңыздар, бұл жерде төртінші қан. Қан мәселесі бұл әйелдерде 3 литр қан болады екен. Еркектерде 5 литр қан болады. Ау, неге еркекте көп? Ішіп қояды ғой. Кім? Не қыласың кім екен? Бойдақсың ғой деймін, сұрақ қоя берген. Одан кейін қарасаңыздар, бұл жерде де ұқсамайды. Дем шығару да еркек пен әйелде мүлдем екі түрлі. Ұқсамайды. Екеуінде екі түрлі. Егер еркек уф деп дем шығарса, ол бір қуанышты жағдайды білдіреді. Ал әйел уф деп дем шығарса, сен ақымақсың дегенді білдіреді. Екеуінде де екі түрлі. Қараңыздар, одан кейін қарасаңыздар, бұл көру мүшесі. Еркек пен әйелде екі түрлі. Еркектер алысты көреді, жақынды көремейді. Алдында тұр ғой десең, қане деп қарайды. Төбесіне іліп қою керек бәрі. Әйелдерді керісінше, олар алдын бәрін көреді. Сезу мүшесі мұрын, бұл да екеуінде екі түрлі. Еркектерде дамымай қалған сезу мүшесі. Көшеден үйге келген кезде әйел үстіңнен бір иіс шығып тұр десе, қой менен ба дейді. Менен екен ғой, көшеден шығып жатырма десем. Екеуінде де екі түрлі. Одан кейін қарасаңыздар, бұл жүйке жүйе. Әйелдерде жіңішке болады нерв. Еркектерде қалың болады. Әйелдер үзілетін сияқты отырады, бірақ үзілмейді. Созыла береді. Одан кейін қарасаңыздар, әйелдерде 4-5 нәрсені бірге істей береді, 4-5 жұмысты. Еркектер бірақ жұмыс істейді, 2 нәрсе істесе бүлдіреді. Әйелдер салат турап атады, телевизор көре береді. Соның арасында бала жуып атады. Телефон шырылдаса олмен сөйлеседі. Я телевизор көріп атым, бала ғой жылап атқан. Журнал оқи береді. Нан қарам, мына жерге не деп жазып қойыпты дейді. Жоқ, саған емес, телевизорға айтып атырмын дейді. Еркектер бірақ нәрсені істейді.
Оларды магазинге жіберсең де, магазинге барып айтқаныңды барғаннан кейін магазинге барып тағы звондайды, не ал деп едің деп. Олар екі нәрсені істей алмайды. Ең қызығы мынау жақ сүйек. Бұл еркектерде жақ көп қимылдамайды. Анда-санда бір қимылдайды. Әйелдерде көп қимылдайды, жақ жұмсақ әйелдерде. Көп сөйлейді. Еркектер анда-санда. Мына көп сөйлеген кезде бір-ақ рет қимылдайды, болды ғой деп. Бірақ қарасаңыздар, оған әйелдердің жақ сүйектері тоқтамайды, қатты қимылдайды. Көп қимылдай береді, еркектік анда-санда бір қимылдайды, болды. Оған тоқтамаған жақ одан бетер қатты қимылдайды. Сол кезде еркектерге қол сүйек көмекке келеді. Қол сүйекті көргеннен кейін жақ сүйек одан бетер қимылдайды. Ал, не істейсің, ал. Ақылды еркектердің қол сүйектері, қойшы деп қоя салады. Екеуінде екі түрлі. Енді қысқадан нұсқа, еркек пен әйелге бақытты болуға үш ақ жол бар. Ал әйелдерге бақытты болу үшін, мынау статистика қарасаңыздар, әйелдер күніне 20 мың сөз айтады, еркектер 10 мың сөз айтады екен. Екі түрлі. Әйелдерге неге десең, өйткені әйелдер еркектерге айтқанын тағы да қайталау керек дейді. Екі рет қайталамасаң, олар түсінбейді дейді. Қарасаңыздар, сондықтан бұл әйелдерге жақ ол үшін берілмеген, жаратылысы солай жұмсақ көп сөйлеу керек. Өйткені әйел ана. Ана үйдегі баланы тәрбиелеуші. Әйел үйде анасы не деп сөйлесе, тілі шығып келе жатқан баланың анасына қарап тілі шығады. Анасы үйінде ля-ля-ля деп жүрсе, баласы да ля-ля-ля деп сөйлейтін болады. Ба-ба-ба деп жүрсе, ба-ба-ба дейтін болады. Анасының тіліне қарап баланың тілі шығады. Сондықтан қазақта айтады: ана тілім, анаңның тілі. Әке тілі деген жоқ. Әкемнің тілі деген жоқ. Ана тілің арың бол, ұятың бол тұрбетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Кім айтты саған Пушкин деп? Пушкин емес. Сондықтан әке тілі деген жоқ, әке керісінше баланың тілін кіргізіп жібереді. Құлақ шекеден бір қойған кезде бала әкесіне қарап сөйлей алмайтын болып қалады. Ол да дұрыс шығар. Қарасаңыздар, әйелге бақытты болу үшін үш ақ нәрсе бар. Оны жақсылап оқып алсаңыздар болады. Еркектің ұйықтайтын уақыты мен тамақ ішетін уақытына сақ бол. Ол күйеуінің сүйікті тағамдарын дұрыстап дайындап тырыс, өйткені көрінген нәрсені жейтін болады. Оны дайындап бермесең. Одан кейін қарасаңыздар, біз білеміз, күйеуі үйіне асықса, әйелі жақсы адам екенін білеміз. Ал әйелі үйіне асықса, күйеуі бір нәрсені бүлдірген білеміз. Ал енді еркектерге айтарымыз: әйел еркектің қабырғасынан жаралған. Сондықтан кімде-кім әйелін ұрсып балағаттап сөгетін болса, білсін, ол өзін ұрсып балағаттап сөгіп жатыр. Әйел еркектің қабырғасынан, жүрекке жақын жерден жаралған. Оның әрқашан қорғанында болу керек. Кім қалай жаралғанына риза болсын. Әркімнің өз орны бар. Еркек пен әйел бір саты, әрқайсының баспалдағы бөлек.